Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madina'da bir kabristan mürzönün canından ötüp barattı da toktub iki mürzönün canına gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mo iki mürzödeki adamlar azaptalып жатат, kıynalıp жатат. Bırak silerдің көз қарашыңарда çoğun günü емес. Balkim bu oşo kabir azabına sebep bolған çoğun günü dedi. Keyin darақтın hurma darağın iki şakçasını aldı da bölüp öl darақтın şakçaсын iki mürzönün üstüne koyup bular kurganга çeyin tasbih aytıp uşul mürzödөгүлөрдүн azabın жеңилдетсин dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul öl bolған şakçalar Allah Teala'ga tasbih aytkan sayın bu mürzödөгү adamların azabı жеңилделет dedi. Keyin birөөсү bulardын mürzödө azaptalып жатканын birinci sebebi birisi uşak çeli dedi. Söz taşıydı. Екіншісі сара қылған кезде сейдігінен сақтанбайды еле. Таза қорғатпастан санына тамызып, ит сияқты тұрып, ар жағына чачырат сейіп жүрген. Қабырдағы негізгі азаптардың ұшынан башталады екен. Егер қабырда тыйып жатайын десең, урматтуу мұсылман бір туған. Бүгін уйылдығыңды қармап алып, соцсеттерге кіріп алып, біреуді қолдаған кіші болып, біреуге күйарман болып, біреуді шуабағын, ғибат қылбағын, жаман хабарларды тарқатпағын, Құдайдан қорқпын. Бармағың менен Аллах Тааланын алдында шерменде бола тұрған, өкіне тұрған нәрсені жазбағын. Ең негізі бөлішпе бұлардың нәрсені. Сен аддалилил хайр кафаили, жақсылыққа чақырған, ошо жақсылықты қылғандай сауап алса, жамандықты бөлішкен, ошондай күнөөгө душар болады. Ошо күнөөнү алады. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган. Колуңуздагы телефондорыңызды, уюлдук телефон болсун, компьютер, башка нерсе, жакшы бир нерсени колдоно алып.